Саламатсыңдар ма оқушылар? Менің аты жөнім Нұртаева Сандуғаш Жолдасбекқызы. Бүгінгі сабақты бастамас бұрын мына мәтінге назар аударайық. Сицилия аралында орналасқан өлі көл деп аталатын бұл көлдің жағалауында өсімдіктер өспейді, жануарлар мен құстар тіршілік етпейді. Егер кездейсоқ бұл көлге барып, аз ғана жуынатын болсаңдар, терілерің күйіп, тіпті түсіп қалады. Қалай ойлайсыңдар, неге? Егер адамның асқазанына қырынуға арналған осындай алмас 2 апта уақытқа қалдыратын болса, онда ол қорытылып жоқ болып кетеді. Қалай ойлайсыңдар? Неге? Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы күкірт қышқылы және оның тұздары. Оқу мақсаты күкірт қышқылы ерітіндісінің және оның тұздарының физикалық, химиялық қасиеттерін зерттеу. Күкірт қышқылы бойынша білімді тексеру. Күкірт қышқылының формуласы қандай? Дұрыс айтасыңдар. H2SO4. Күкірт қышқылы күшті ма, әлде әлсіз бе? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Күкірт қышқылы күшті қышқылдарға жататын қышқыл. Натрий қосу күкірт қышқылы реакциясының өнімін жазыңдар. Кәне балалар, қандай өнімдер түзілді? Натрий сульфаты және сутек газы. Өте дұрыс. Алтын күкірт қышқылы реакциясын аяқтаңдар. Алтын сұйытылған күкірт қышқылымен әрекеттеспейді. Сондықтан реакция жүрмейді. Күкірт қышқылын алу 2 түрлі әдіспен алуға болады. Яғни бірінші өндірісте, екінші зертханада. Күкірт қышқылын алудың өндірістік әдісі мен лабораторияда алу жолдары. Физикалық қасиеттері. Күкірт қышқылының химиялық формуласы H2SO4. Түссіз, майлы сұйықтық, иіссіз, су тартқыш қасиеті бар. Суда жақсы ериді. Осы кезде күкірт қышқылыменен жұмыс жасаған кезде балалар барлық уақытта техника қауіпсіздік ережесін сақтау керек. Қышқылды суға тамшылатып, шыны таяқша бойымен ақырындап құямыз. Еш уақытта қышқылға су құюға болмайды. Күкірт қышқылы. Күкірт қышқылы химиялық өндіріс наны. 2 негізді қышқыл. Күкірт қышқылы күшті қышқыл. Типтік қышқылдық қасиетті көрсетеді. Мысалы, күкірт қышқылын мырышпен әрекеттестіретін болсақ, реакция нәтижесінде мырыш сульфаты және H2 газы түзіледі. Күкірт қышқылын магний оксидімен әрекеттестіретін болсақ, нәтижесінде магний сульфаты және су түзіледі. Күкірт қышқылын калий гидроксидімен әрекеттестіретін болсақ, нәтижесінде калий сульфаты және 2 молекула су түзіледі. Яғни балалар, осы реакцияларға қарай отырып, біз күкірт қышқылы металдармен, негіздік оксидтермен және негіздермен әрекеттесетінін көріп тұрмыз. Күкірт қышқылы сонымен қатар тұздармен әрекеттеседі. Мысалы, күкірт қышқылына натрий карбонатын қосқан кезде натрий сульфаты, су және көмір қышқыл газы түзіледі. Күкірт қышқылын натрий гидроксидімен әрекеттескен кезде натрий гидросульфаты және 2 молекула су түзіледі. Күкірт қышқылының тұздары. Натрий 2SO4 көбейтілген 10 молекула H2O, Глаубер тұзы деп аталады. Кальций SO4 көбейтілген 2 молекула су, гипс. Барий SO4, барий сульфаты. Купрум SO4 көбейтілген 5 молекула H2O, мыс купаросы.
практикалық жұмыс балалар сендерге күкірт қышқылы тұздарына сапалық талдау. Яғни осы практикалық жұмысты өз беттерінше дәптерлеріңе орындап көріңдер. Күкірт қышқылының қолданылуы. Яғни күкірт қышқылы жарылғыш заттар алуда, тұрмыстық заттар алуда, тыңайтқыштар алуда, қағаз өнеркәсібінде, нейлон шығаруда және мұнай өнеркәсібінде кеңінен қолданылады. Күкірт қышқылының қолданылуы. Тыңайтқыштар жасауда 30% қолданылады, жуғыш заттар дайындауда 14% қолданылады, бояулар алуда 11% қолданылады, талшықтар алуда 8% қолданылады, пластмассалар алуда 5% қолданады, металдарды тазартуда 2% қолданылады, мұнайды қайта өңдеуде 2% қолданылады. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды.